Сәлем достар. Әр адамда әртүрлі қорқыныш пен сенімсіздік түрі бар. Менің қолымнан келмейді, мен бұған сай емеспін. Өзгелер менен әлді қайда мықтырақ. Қолымнан келмесе адамдар күледі, сынды түрлі ойлар көпшілікті мазалайды. Қорқыныш пен сенімсіздік түрлі жолмен пайда болады. Бірі кішкентай кездегі балалық травмалар, бір өмірінде болған жайсыз сәттерден ретінде көп қыздар жазады. Энергиям жоқ, шаршап жүрем, не істесем болады. Негізі адамда энергия толып тұрады. Тау қопаратын энергия бар, рас айтамын. Бірақ адамдар өздері білмей, уайым, қорқыныш, сенімсіздік сынды эмоцияға сол энергияны жұмсайды. Енді ойланып көріңіз, сіз бұрын бұған мән бермеген шығарсыз, алайда қаншама күшіңіз осы жаққа кетіп жатқан шығар. Дәл сол маңызды алып қоятын қорқыныш сезімі болмаса, өмір сүру сондай рахат. Өзіңізді жеңіл сезінесіз. Басыңыздағы негативті ойлар кетеді. Тек позитивті байқайсыз, көресіз. Негативті тіпті уақытыңызға да болмайды. Бірақ бұл жерде тағы бар кедергі бар. Мысалы, дәл қазір сіз бақытты болғыңыз келе ме? Бай болып, көп табыс тапқыңыз келе ме? Деп барлық қорқынышты арылғыңыз келе ме? Деп 100 адамнан сұрақ сұрасаңыз, бәрі бірдей иә деп жауап берер еді. Алайда сол адамдар сол үшін не істеу керектігін айтып түсіндіріп, құпиясын ашып айтқанда, оның жартысы қолданбайды. Неге білесіз бе? Себебі көбісі қалау деңгейінде қалып қояды. Ал іске келгенде көбісі істемейді. Сол үшін сіз нақты нені қалайтыныңызды, сол үшін не жасай алатыныңызды көз жеткізіңіз. Расында нақты қалайсыз ба? Қаласаңыз, нақты қадамдар жасауға дайын болыңыз. Бұндай жағдай психологтармен жиі кездеседі. Терапияға адам келеді, барлық кедергілермен анықтайды. Ал енді іске көшейін десе, психологтың көмегін қабылдамайды. Себебі ештеңе өзгерткісі келмейді. Өзгеріс дәл сіздің басталатынын ұмытпаңыз. Егер дәл сіз қаламасаңыз, тіпті ең қымбат психолог сізге еш көмек көрсете алмайды. Неге қолданғысы келмейді? Неге өзгерткісі келмейді? Тағы бір психологтың терапиясында болған оқиға. Кейде адамдар бір блок бар. Яғни сол қорқыныш пен уайымнан өмір сүргенді жақсы көреді. Алайда мойындамайды. Мысалы, әйел далайық. Үнемі көңіл-күйі жоқ, үнемі оған ештеңе жақпайды, ашулы, шаршаңқы тағы басқа. Психологпен бәрін анықтады. Енді өзгертуге қадамдар көшкенде әлгі әйел ештеңе жасағысы келмейді. Сол қалпында жүре бергісі келеді, ыңғайлы сол үшін. Нені оның да себептерін анықтаса, егер ол сол шаршаңқы күйінде пайдасы бар деп ойлауды, күйеуі көмектеседі, аяушылық танытады, көңіл күйімді көтереді тағы басқасында. Бұндай ойларға алданбаңыз. Ойыңызды өзгертуге тырысыңыз. Жалпы психологпен жұмыс жасауды өте қолдаймын, бірақ жақсы маманмен ғана. Адам физикалық денсаулығын витаминдер ішу, дәрігерге көріну арқылы дұрыстаған секілді өзінің жан дүниесінің жағдайын қамқор болу керек. Реніш, айтылмаған эмоция, қорқыныш сынды сезімдерді күресуге көмек береді. Алайда өз-өзіңмен жұмыс жасауда болады. Мен солай жасаймын. Мықты коуч, психолог көмекке келсін, соңында өз-өзіңіз жалғыз қалып жұмыс жасайсыз. Қорқыныш пен сенімсіздік адамды қинап жіберетін эмоцияның бірі. Бірақ одан құтылу мүмкін. Кеудеңіз қысылады, дем жетпей кетеді. Түрлі миды ашытатын ойлар, жүрегіңіз тез соғады. Тағы басқа. Ол сезімдерден қаша бермей, кейінге қалдыра бермей, өзіңізді бұның бәрінен босатыңыз.